Маврикийдағы 3-ші күніміз. Бүгін Лимон деген тауға восхождение жасаймыз. Яғни жоғарысына көтерілеміз. Хайкинг дей, короче, бүгін. Типі таңертең ерте тұрғандағымыз сағат 6:30 болды. Қазір енді шығамыз бұйырса. Ну, точнее, дайынбыз. Көтерілетін жерге келдік. Машина барлық 10 машина тұр. Келетін километр жол ни о чем екен. Так, хайкингімізді бастаймыз. Сағат таңғы 7-ден кешкі 4-ке дейін ашық. Осындай знак бар, 3,5 километр жоғары көтерілу. Енді жолда қызықтар бар. Как раз алдымызда кісілер кетіп тұрады екен. Oh, I'm not signing. Hello. Hello. How you doing, sir? Nice. Morning. Шыңға көтерілеміз. Табиғат мощно. Хайкинг тоже уже бір километрдей жүрдік, жол жақсы. Қатты ауыр емес. Көбінесе француздар, артымызда 2 француз келе жатыр. Алдымызда 2 қазақ. Осындай көтерілетін ауыр жерлерде жасап қойған жолдар. Алғашқы терлер шығып бастады ғой. Алғашқы терлер. Негізі таңертең ертерек келген дұрыс. Шамалы салқын болады да, қазір шамалы күн ыстық. Еще күннің көзі түсіп тұр. Терді деген поршал атып жатыр ғой. Пырша болып. Некеңіздер, қандай вид уже жаймен деп ашылып жатыр. Түсер кезде осындай керемет видпен түскен әдемі кететін сияқты. Қатты жерлер. Бутаковканың тастарымен күн көтерілді. Соларға ұқсас жерлер, по идее. Тау тастармен, именно тастармен көтерілесің да. Речкаға өткен жерлер. Ана жерде. Жоғарға көтерілгеннен может көруге болады шығар. Подводный водопад деген әдемі көрініс бар. Оны көбінесе тек вертолетпен ғана көреді. Но қазір шыққанда тоже көруге болады. Егер камерам жетпей жатса, получается мен телефонмен түсіріп салам ғой. Осындай ашық поле. Бөлек. Негізі жоғарға көтерілетін жерде қазір өрмелейтін жерлер болады. Ол жерге де жетеміз құдай қаласа. Мына жерлер шамалы көрініп тұр, мен подводный.
Bonjour. 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 C'est le boulot qui fait plus sympa. Француздар bizde. Ал тау тастың кезеңі келді. Шың нарықтыр. Жақындап қалдық. Бисмилля деп кеттік. Алла күш қуат берсін. Бисмилля деп өрмелеуді бастаймыз. Бисмилля. Жерде екі қол бар екен негізінде дейсің. Артты бүйтті қара. Қандай беташылықтар. Ой, как там? Видуха. Әлі тағы көтерілетін жол бар. Жүру білеген базар жоқ апасян. Тастарды көрдің ғой? Кім өрмелейсің ғой екі адам. Екі қолмен. Бисмилля. Жеттік. Әлем төбесіндеміз. Жел деген жаңағы қоймын. Адам ұшыратындай жел бар. Судың өзі бір ғанибет қойын деп тұр ғой, судың өзі. Өзіме шоуға нормально. Уақыттарына көрмелеп алады. Қатты. Адам ұшыратындай жел бар. Так, восхождение болды. Обратный жолда өкінішке орай камераға түсіре алмаймын. Себебі обратный жол өте қауіпті болады. Екі қолда керек болады маған. Сол үшін төменге түскенде көрсеміз дейсің.
мындай жағажайдың қасына тоқтадық. Жолдан не көріп қалдық? Ананас и кокос. Ананас 1000 тұрады. Жаңағы бір штугы и кокос 1000 теңге тұрады. In 500 meters at the roundabout, take the second exit and stay on A1. In 400 meters, turn left onto Cercely Court and Helmer Street. Бүгін загар алғанда енді айта алмайм. Аңғараңдар шеш. Краска ғой мынау деген, краска. Мынау айырмашылықты қараңдар. Ё-мое. Өмірімде мынандай загар алмаппын енді. Не болып кетті мынау? Қатты. Жергілікті районымыздағы KFC-ге бағалары қазір. Боксмастер 3250 теңге. Картошкасымен, суымен. Да, боксмастер бар екен. Бургерлер 2000 теңге. 2500. Тоже комбо. Так, баскеттер. 3250-ге. Боксмастер, regular Coke, Pepsi, и fries. Мына нелері? Тарзанка. Джунглидегідей, короче. Әдемі ол өскен шаштары. Смело көтереді. Мен жаңа өзім көтерілдім примерно. 3 метрге дейін бардым. Видеосын салам, бірақ видеосы андай басқа түскен. Бисмилля деп бүгін кит көруге барамыз. Китпен бірге жүзуге, дельфинмен жүзуге. Негізі көп жерлері таңертең 6:30-да шақыратын. Бірақ бұл кісілер таңертеңгі 7:15-ке шақырыпты. Көрейік. Енді бүгін private болып барамыз. 3 адамға заказ бердік. Енді құны 21 мың жергілікті рупий, 210 мың теңгеге шықты. 3 адамға. Так. Келетін жерге келдік. Енді барып видеомызды күтіп аламыз да сонымен. Ашып басамыз, құдай қаласа. Бұл Тамарикстің бір пляжы. Аты La Planoise Public Beach. Қара жігітіміз де келді.
Бүгін осындай қайықтармен баратын боламыз. Как раз бізге дайындап жатыр. Мына бекетке аяқымызды. Оп. И Não, não. если хочешь. Опа, вот такие вот апартаменты. Да, дальше уже беззвучный режим болады, өйткені уже қазір мен боксмут кигіземін. Мен бұл сапарға арнайлап екі камера алып алдық, судың астында түсіретін. Біреуі бізде GoPro Osmo и біреуі Sony. Бірінші локациямызға жеттік. Бірінші локациямыз бізде дельфин көру. Адам деген енді көп. Дельфин көруге келгендер. Солардың көптің бірі болып бізде келдік. Дельфинді аңдып, қай жерде жүзіп жүргенін көріп, сол жерге барып суге бара жатырмыз қазір.
Су бетінде осылай команда күтіп отырамыз. Гидіміз көрсетеді, қай бағытты көрсетеді, сол бағытқа тезте түсіңдер деп, сол бағытқа түсіп үлгереміз. Өйткені китпен алғашқы болып видео жасау өте қиын. Сол үшін бұл жерде нақты командамен тез-тез қимылдау керек. Суға түсіңдер деген команда алдық, және суға түскеннен кейін осындай көрініске ие болдық. Китпен бірге жүзу оңай шаруа емес, және де жақсы кадрлар алу да оңай шаруа емес. Себебі осындай көлемдегі көптеген адамдар көрген киттің ізінен жүзе бастайды. Осындай керемет киттің жалғыз жүріп жүрген кадрлерін бізге гидіміз камерамызға түсіріп берген болатын. Біз өзіміз бұл кезде қайықтамыз. Себебі киттің артынан жүзу, бірге жүзу өте көп күшті талап етеді. Біз шаршап, көбінесе су жұтып қойып, осындай қиындықтар болғаннан кейін біз бұл кезде қайықта демалып отырмыз. Теңіз суын көп жұтып қойғаннан кейін мендегі пайда болған теңіз ауруы бұл жерде мощно қылып құсып алдым 3-4 рет. Және де естеріңізде сақтап қойыңыздар, егер сізде теңізде морская болезнь пайда болса, міндетті түрде құсып алыңыздар, өйткені мощно жеңілдеп қаласыздар. Finally, we are arrived. Деп тұрған, короче. Короче, 3 сағат болды. Шамалы аздау болып қалды. Но аздау болып қалғанда это нормально. Менде соңыра таман не болды? Стесик болды. Морская болезнь болды ма? Тұзды көп жұтып қойғаннан мен мощно бір-екі рет түсіп алдым. Қайыр. Біз жеттік. Кететін жерімізге.
Final destination'ga so ketamiz. Короче, вақыт аз болып қалған демесек, а так жақсы болды. Дельфинді де көрдік, китті де көрдік. Дельфинмен бірге жүзуге, ну, камераға алынды, а так тез жүзеді, соны ұстау шамалы қиындау екен. Но китпен, мен базар жоқ, осыны түсіріп, китті бір жақсылап ұстадым. Оказывается, китті ұстасаң, ол бірден төмен қарай түсіп кетеді екен. Сосын киттің алдына барсаң, тоже екен. Өйткені олар андай эхамен жіберіп, алдындағы препятствие бар жоғын білет дейді енді адамдар айту бойынша жаңағы киттердің. Сондай болды. Негізі жақсы болды. Мен просто анда толқын өте, қалай айтсам, қатты да. Сол үшін снорклинг трубкіден көп су кіреді, сонымен суды жұтып, короче. Бір 3 рет па 4 рет па жүздім китпен. Сосын денең тез шаршап қалатындай. Бір жағынан паника, қалай паника болғанда. Бірінші рет китпен түсіп тұрсың деген сияқты. Сонымен тез шаршап қалдым, базар жоқ. Өйткені ұзақ жүзу керек та. Ұзақ жүзесің, киттің қасына барасың, сосын барып төмен қарай түсесің да. Шамалы ана алдығы жағына көзінің тұсына барып төмен қарай дайв жасау керексің да. И дайв жасаған кезде бассейндегі дейін бөлек та, мына жақта толқын болғаннан кейін сен білмей қаласың. Қалай дайвинг жасап жатсың. Мен мысалға өзімше бір нормальный глубинаға түскен сияқты боламын. Қараймын, кит әлі қасымда жүр, короче. Бір где-то 1 метр дей ма максимум түскен шығармын, одан көп емес. Сөйтіп 3 сағатқа 70 мыңымызды адам басына 70 мың. Құртып келдік. 3 адам бардық, сонымен 210 мың ғой. 3 сағатта. Осындай фэнси жерге келдік. Видуха деген, видуха мощный екен. Hello. Can you have a minute? You have to scan the Oh, yeah, take that. Бағаларын көрейік. Меню QR арқылы. Осындай беттен тамашылық қала кетті. Бой шери дейтін шай плантациясына келдік. Осында шайлар дайындайды. Шайлар, енді Маврикийдің шайлары экспортқа шықпайды. Өздерінің бірінші толық мемлекеттің қамтамасыз кейін басталады. Әзірге өзінің халқынан шайлар өспей жатыр. Музей мен шайдың дәмін көру 300 рупий тұрады, 3000 теңге тұрады. Ал заводына кіру үшін таңертең до 12-ге дейін ғана жұмыс жасайды екен. Не істеуге? Көрсететіндер. Экскурсия. Оның құны дополнительно 350, сонымен 650 ғой вообще. Енді мына жерде бізде шайдың тарихы көрсетілген. Шайдың историясы. Кішігірім. 1960 жылы бір француз Қытайдан қайтып келе жатып, Қытайдың бір шайының несін алады, несін алып, жолшыбай осы Маврикийге соғады. Маврикийге соққан кезде өзінің досына соны береді. Содан кейін оны басында егіп қарайды. Егіп қарағаннан кейін 1992 жылдан бастап осы Маврикийде шай егіп бастайды. Шай егіп бастайды, потом группа сайын адамдар күнде 50 килограммдай шай тасиды. Мешіттарға айлап жібереді. Потом конвейерге келген кезде бірінші
24 сағат ол суын жоғалту үшін қояды кептір. 24 сағатта салмағын 3 есеге төмендетеді ғой, короче. Ішінде жаңағы топырақтың бойындағы бар несі суы шығып кебеді. Одан кейін оны бөлу басталады. Бөлу басталғаннан кейін бөлгеннен кейін ол екі сортқа бөлінеді. Мелко бөлінгендер и шамалы ірі бөлінгендер. Мелко бөлінгендер одан кейін бір сағат, бір жарым сағатқа қалдырылады таза ауада, чтобы несі дәм үзіп кетпеші. Одан кейін кептіру жұмысы болады. Кептіру жұмысы 110 градуста 10 минут пешке салып кептіріледі. И дальше больше кептіріледі. Потом дәм беру үшін шайды басқа, мысалы ванильный шай болса, ванильмен бірге араластырып, бірге прессовать етеді. И бірге қояды да, кейін сол дәм шығады. Потом әрбір пакетикке бөліп салады. Каждый пакетикте 2 граммнан, оказывается, шай болады екен. По крайней мере, осы жергілікті бошери деген шай. Ол бізде кәдімгі шай. Мына шайдың нелері ондай бізге жоққа индийский шай емес. Анау пакеттегі шайдың түрлері. Что-то логосы ана Липтонға ұқсайды екен. Алғашқы шығып бастаған шайлардың упаковкалары. Бұларда, мысалы, мына шайды оқып қойған, бірақ та гранула емес, білмеймін, что-то. Басқа ма? Ішіп дәмін көретін боламыз. Соны татсың, өзге дәм көруге келдік. Мына жерде шошқаң балалары. Торайлар толып жүр. Давай, Талғат, U-turn. Шай плантациясының барлығы шайлар. Осы шайларды осының нелерін қиып алады да, сонымен содан шай жасайды, сосын біз оны ішеміз. Негізі вид әдемі екен. Плантация аймағында осында кішкене көл жасап қойған. Ана жақта үйректер жүр, мына жақта қараққу жүр. Мына жерде маймыл отыр. Өзімен өзі, жай барақат. Сен тимесең, мен тиме. Мына жақта тағы бір жүр екен. Саяхатшы. Так, 6 түрлі шай қойып берді. Осындай битпен шай ішіп отырмыз. Екі аққұман шайын іштік. Примерно 7 кезеде іштім. 5 түрі бар екен. 5 түрінің ішінде екеуі ұнап қалды, соны қайттан қайталап. 5 түрі оны именно қара шайдың 5 түрі, ал зелен шайдың 1 түрі. Ол дегустацияға берілген сол 6 шай екен. Қалған басқа тағы плюс 6 флейвор бар дейді. Ну, дәмі. Бағасы 300 жергілікті рупий, примерно 3000 теңге. Қасында шай сатып алатын сувенирный бутикте шайдың бағасы қымбат. Бір пакетик, ну, точнее, бір упаковка, ішінде примерно 20 пакетик бар, сол 3000 теңге тұрады. Бір пакеті 150-ден, кішкентай пакеті, да. Маврикийде бір байқағаным, бұл жерде машина айдау кәдімгідей. Былай айтқанда бардақтау. Любой келе жатасында, біз мысалы қойып қойдық машинаны. Дәл сол сияқты машинаны любой жерге қойып, аварийкін жағып, адамдар сүйтіп кете береді. Тупо даже аварийкін жақпай, машинасын сөндіріп, жолдың қақ ортасына қойып, спокойно жұмыстарын бітіріп жүре береді екен. Екіншіден, көшелері тар.
машина жүретін жолдары тар, и бір шеттерінде суағар жасап қойған. И суағармен ортаңғы разделяющий полоса, разделяющий линия. Соның арасы жақын өте. Екі жақтан где-то 20 сантиметр, 30 сантиметр ғана қалдырып жүресің ғой.